Қайырлы күн, достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен дәлінекке осындай кәріс тағамы пигоди жасайтын боламыз. Өте дәмді, керемет, отбасы мүшелеріне міндетті түрде бір көргеннен жегеннен ұнайтын тағам. Толық рецептіні білгілеріңіз келсе, аяғына дейін көріңіз. Ең алдымен ыдысымызға жылы суымызды құйып, тұз, қант және де аштығымызды салып, жақсылап араластырамыз. Оның үстіне қажетті мөлшердегі ұнымызды салып, қамыр илейтін боламыз. Мен қанша қосатынымды описание бөліміне қалдырып кететін боламын. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Мінекей, осылай әдемі қылып елеп, 1 сағатқа қойып қоятын боламыз жылы жерге ашығанша. Мінекей, мен 4 пияз, 2 картоп қосатын болам. Және де осылай 4 бұрышты қылып тураймын. Етімізді ет тартқыштан өткізіп, дайындап алатын боламыз. Жаңағы айтқанымдай, қанша қосатынымызды описание бөліміне толық қалдыратын боламын. Мен бұл жерде жылқының етінен жасап жатырмын. Сіздер қандай ет болса да жасай берсеңіздер болады. Тауық еті, қой, сиыр барлығы болады. Неге етімізді тартып болған соң, жаңағы картопымызды кішкене кубиктарға бөліп кесетін боламыз. Мінекей, осылай. Осы барлығын табамызда жақсылап қуырып алатын боламыз. Картоп, пияз, тартылған етімізді. Піскенге шейін жақсылап қуырып аламыз. Мына жерде мен картопымызды қостым. Және де мен дәміне қарай тұз, паприка, бұрыш қостым. Сіздер де қалаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Енді кезекте мінекей тартылған етімді салып, жақсылап қуырамын. Қуырған соң, астын кішкене жайға қойып, бетін жауып қойсаңыздар, мінекей, бұл кезде мен дәмдеуіштерді қосып жатырмын. Жақсылап араластырып қоятын боламыз. Дайын ашыған қамырымызды осымен 50 граммға бөліп, осындай жұқалықты жайып, бір үлкен ас қасықпен салмамызды салып, осылай өріп шығамын. Бізде салмасы дайын піскен болғандықтан, қамырымыз буда 25 минутта піседі. Сіздер жасап көріңіздер, өте керемет, оңай тағам. Кешкі асқа, түскі асқа қандай жаңадан тамақ жасасам екен, ерекше десеңіздер, осы тамақты жасап көріңіздер. Өте керемет болып шығады. Өздеріңіздің ой пікірлеріңізді комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқимын. Сұрақтарыңыз болса жауап беретін боламын. Неге мантаваркаға арасында осылай кішкене ашық қылып қоясыздар.
қатты отта 25 минутта дайын болатын тағам. Мінекей піскен кезінде ортасына сәбіз салатын салып, бетіне майонез, кетчуп құйып берсеңіздер, өте керемет тағам. Жасап көріңіздер. Өздеріңіздің ойларыңыздан шықты ма, қалай екен? Комментарий бөліміне міндетті түрде жаза кетіңіздер. Егер де рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, қоңырау шаңын үстін басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған меруерт ас болсын.